Жалпы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланы танымай өмірден өтпеңдер деп өсиет қылған екен. Жалпы Құдайды тану үшін не істеу керек жалпы? Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі енді көбінесе бұл келетіндігі Алланы танымай өтпеңдер, Алланың бірлігіне сенбестен, мұсылман болмастан дүниеден өтпеңдер деген. Және тағы бір хадис шарифінде ешқайсыңда Алла тағала туралы жақсы ойда болмастан дүниеден өтпеңдер дегенде хадистер келеді. Осылардың бәрін түйіндей келетін болсақ, негізінде адам баласы қалай өмір сүрсе солайынан өмірден өтеді негізі. Ол хадис шарифте де солай келеді. Соның үшін адамның миы тоқтаған уақытта жүрегіндегі нәрсесін сөйлей бастайды. Сонда ең соңғы сөздері не болатындығы, я болмаса сол ақылы бар кезде де айтатын нәрселері, ең соңғысы Алладан басқа құдай жоқ деп екен калимасын айтып, ля иляха иллалла деп өтетін болса, сол ең маңыздысы осы. Сондықтан адам тірі кезінде сол калимасын көптеп айтуы, соған сай өмір сүруі, бұл нәрсе өмірдің соңында да соны жасауына себеп болады екен. Сонда мына нәрсені біз ескеруіміз керек. Адам өмірден өтер кезінде Алла тағала туралы қандай ойда болатын болса, Алла тағала тура сондай бейнеде қабылдайды оны деген. Мысалға, Алла тағала мені жазалайды, оңдырмайтын болды деп сондай оймен кететін болса, Алла оны оңдырмайды деген. Ал енді, иншалла Алла мені кешіреді, жәннатына кіргізеді деген сондай бір жақсы оймен Алла тағала туралы ойланып, сондай ойда жатып өлетін болса, адам, онда Алла тағала оны сондай мейіріммен қабылдап, жәннатына кіргізеді деген. Соның ішінде ешқандай бір мұсылман баласы Алланың алдына барар кезінде Алла тағала туралы жаман ойда болмау керек. Жақсы ойда болып, солайынан дүниеден өту керек. Бір сұхбатында Әкім Тарази